Өзімен бірге аса көп киім алмап едім. Сол себепті киімді қайда жуам деп басым қатты. Отельдегі администратордан сұрадым. Кірді жуатын машинка бар ма деп. Олар айтты. Бізде отельдерде кірді мүлде жумайды деді. Сол үшін кір жуатын прачканың адресін берді. Жақын жердегі адрес бойынша бардым да осы жерден қалған киімдерімді жуып алдым. Жуу 180 лираға шықты. Бұл дейтініміз 2700 теңге. Жарайды, киім туралы әңгімені әзірше қоя тұрайық. Енді тамақ туралы айтайын. Басында жақсы тамақ ішетін жерлерді білмегесін. Кешкі асты мен көбінесе отельден ішіп жүрдім. Сол кезде мен бір столовыйдан 250 лираға ужин ішкен болатынмын. Рис с курицей с собой деп айттым. Екінші күні тап сол жерден барып жегенде уже 350 лира деді. Мен түсінбей қалдым, неліктен олай жасағанын. Келіспеушіліктер басында болды. Мен түсіндіріп айттым, олар бірақ өз дегендерінен қайтқан жоқ. Мен милицияға айтам ба деп ойладым, бірақ Түркияның білесіздер ғой, Түркияда милициялар әрдайымда түрк азаматтарын бірінші қолдайды, иностранцтардан гөрі. Сол себепті мен жәші деп солай кетіп қалдым, келесіде бармайын деп. Сол үшін мына мен видеоға түсіріп алдым сыртынан. Искандер деп аталады, мүлде мұнда келмеңіздер. Бұл Стамбулдағы үлкен супермаркеттердің бірі. Ішінде кез келген брендтің киімдері бар. Оларды бір аралап шықтым. Косметиканы да қарадым. Үйдегілерге сумканы да қарадым. Сіз білесіз бе, Стамбулда миллиондаған халық тұратындықтан көшеде осылай сізді оп-оңай тоқтатып алып тексеруі мүмкін. Мен таңғы ас ішіп отқанда Стамбулдағы полицейскілер осылай көшеде кетіп бара жатқан адамдарды тоқтатып, көшеде кетіп бара жатқан еркек адамдарды тоқтатып, документтерін тексере бастады. Есіңізде болсын, егер де сіз Стамбулда саяхаттап жүрсеңіз, қолыңызда паспортыңыз, удостоверениеңіз, документіңіз мүлдем болмаса, онда сізді осылай тексерген жағдайда сізді полицейский участокке әп-сәтте алып кетуі мүмкін де депортацияға жіберуі мүмкін. Сондықтан қолдарыңызда міндетті түрде документтеріңіз, төлі құжаттарыңыз болсын. Стамбулдағы Лалали отеліне жақын орналасқан бір жақсы кафешкеге кеңес бергім келеді. Кафешканың аты осындай. Бұл естуімше өзбек кафесі. Өзбек тағамдарын дайындайды. Лагман, плов, неше түрлі тағамдар бар. Бұнда тамақтансаңыз, сіз Қазақстанда тамақтанғандай боласыз. Бағалар да қолжетімді. Банағы мен алданып қалған жердегідей емес. Мұнда кәдімгідей менюмен көрсетеді. Және де тамақ жеп болғаннан кейін шотты осы менюдағыдай бағамен төлейсіз. Ешқандай қосу, алдау, онда ештеңе болмайды. Бағаны өсіріп жүру дейтін мұндай жоқ. Сондықтан мен осы жерде кеңес бере аламын. Көріп тұрғандарыңыздай банкідегі тамақтар бар, кәмпиттер, салаттар неше түрлі. Бәрі осының ішінде бар. Біздің Қазақстандағыдай пирогтар. Осымен осы видео өз кезегіне жетті. Бұл видеода сіздер көптеген қызықты ақпараттар алдыңыздар деп ойлаймын. Келесі менің видеоблогымда кездескенше сау болыңыздар.